Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, каналымызға қош келдіңіздер. Әлемде және де Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды алғашқылар қатарында біле отырғыңыз келсе, адамымызға подписаться және де бір ғана лайк түймесін баса кетуді ұмытпаңыздар. Лайк түймесін басқан қолдарыңыз Кебатулланың қабырғасын ұстауын нәсіп етсін. Ал ендеше бастадым. Алматы облысында баласын айдалаға тастап кеткен әйел табылды. Кеше әлеуметтік желіде айдалада қоларбада жатқан баланың видеосы тараған еді. Сәбиді тауып алған ерлі зайыптар сол маңда бірнеше сағат тұруылдағанын, бірақ ешкімді кездестірмегенін айтады. Оқиғаның мән-жайын полицейлер департаментіне сұрадық. Сағат 10-нан 8-де Бақат Атың жолының 5-ші шақырымында бала табылғаны туралы хабарлама түскен. Анасы баласын тастамаған, ұялы телефонына істемей қалып, байланысы бар жерді іздеп жолдың арғы бетіне өтіп кеткен. Әйел адамның материалдық жағдайы жақсы, ақыл есі дұрыс, толыққанды азамат дейді полицей. Тәртіп сақшылары әкімшілік хаттама жасап, түсіндірме жұмыстарын жүргізілуде. Бізді тамашалауды жалғастырыңыздар және де бір ғана лайк түймесін басып, сау саламатта болыңыздар.